Сен ба пісірген шашлыкты? А? Сен ба? Жеп көрдің ба? Негізі? Жеп көрдіңіз. Именно сендердің шашлыктеріңді мақтап алып келді да, мені ше жақсы, әдемі деп. Қарсы, жеш ма? Түсінбедім. Қандай проблема? Қатты ма или жесткий ма? Жоқ, жеп көрсе, өші де өзбектер әдемі пісіреді деп алып келді. Жеп көрші сен. Қалай? Ұнады ма? Енді бізге қалай кесі сондай пісіреміз. Жоқ, ұнады ма? Енді кішкене тұрып қалған енді. Майқада алып алып беріп береміз ба, прям бересің ба? Жоқ, қалай ол? Сен Өзбекстаннан келдің ба? А? Атың кім? Зарит. Айлыққа жұмыс істейсің ба? Қанша примерно айлығың? Күніне ма? Өзбекстаннан сен Қазақстанға келесің. Күніне 9.000 теңге аласың. Енді соған сәйкес болу керек қой шашлык. Жасың қаншада? 20-да? Молодец. Күнде 9.000 болса? 9 күндік шашлык 9. Ал. Ал деп. 10 күндік. Дірілдеме, брат. Шашлык, әдемі пісірген, ойнаватыр. Администратор. Как раз был 3 апкесін оқытады Өзбекстанда. 3 апкесінің контракты бар. Құрсаған ала беріп тұр, алып апкені беріп. 3 әкесін сен жалғыз өзің оқытасың ба? Иә. Әке шешең? Әке шешем жоқ, өзіммен бір өзім. Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан деп бөлінбек бір бауырмыз бәріміз. Иә? Молодец, красавчик. 3 әкесін жалғыз оқытасың. Иә? Өзім оқытам. Бұл жігітке біреу тесе маған айтыңыз. Өзім-ақ шеше болмаса сізге айтпайық, өзім-ақ шеше. Мына мен бұл кейін кезде, танысқан кезде сөзін естіп қалам ғой телефон мамасымен. Кейін әпкелеріне звондайды ол. Әпке, сіздер қыз баласы мына керек, мен беремін ақшаны. Сіздер уайымдамаңыздар, сабақ оқыңыздар, только мен сол жерім риза болған кейінгі бұл баланың да. Баладан өте шығар. Нәмәнгенде дос балаларымға салам жолдаймын. Жақында барам мен. Осы көрсеміз жақында мамам, папам, бәрі сестраларымға салам жолдаймын. Молодец. Алла қаласа көреді сен, мамаң, папаң көреді, туысқандарың көреді. Жақсы. Жақсы. Береке берсін жұмысы. Аман бол. Апа екеміз ұйымдастырдық пранкты, сен администраторыңмен. Жаным шықты, неге зағиша? Жақсы, аман бол. Бақытты болыңыз. Достар, міндетті түрде маған тіркеліп кетіңіздер. Және төменде Каспий Голд. Міндетті түрде атсалысып кетіңіздер. Алла разылығы үшін көп рахмет. Атсалысып жатқандар бақытты болыңыздар, ауырмаңыздар.